Әкеміздің дауысын естімегелі, құшағына енбегелі, жүзін көрмегелі бір жыл уақыт өтсе де, жанымызды алай-дүлей күйге түсірген сағыныш отын уақыт өшіре алмады. Әкеміздің жарқын бейнесін бүгін біз ерекше сағынышпен еске аламыз. Әкеміз Жұпарғалиев Сембай Бүркітұлы 1954 жылы желтоқсанның 20 жұлдызында Дассор елді мекенінде кіші жүз ысықтың Нартайлағы руынан шыққан Жұпарғалиұлы Бүркіт атамызбен Тоғызбай руынан шыққан Байғали қызақ кенже әжеміздің шаңырағында тұла бойы тұңғыш ұлдары болып дүние есігін ашқан. Бүркіт атамыз бен Ақкенже анамыз 6 ұл, 2 қыз өмірге әкелген. Әкеміз өзінің соңынан ерген бауырларын әркез қамқорлап, жанындай жақсы көріп тату-тәтті өмір кешті. Жаны шайсаң, шомарт, сабырлы, ренжуді білмейтін әкеміз өз ортасында сыйлы, балаларына ардақты әке бола білді. Әкеміз 1962 жылы алғаш мектеп табалдырығын аттайды. Мектеп аяқтаған соң кәсіптік училищеге оқуға түсіп, жүргізуші мамандығын меңгеріп шығады. Әкеміз 1972 жылы әскер қатарына шақырылып, отан алдындағы азаматтық борышын 2 жыл адал атқарып, қатарының алды болып, абыроймен елге оралады. Ардақты әкеміз 1977 жылы Өтеш қыз Ақерке анамызбен тағдыр табыстырып, отау құрып 47 жыл бақытты да баянды ғұмыр кешті. Бала көңілдің гүлі, көздің нұры демекші, сол жылдарда Ажаргүл, Арайгүл, Ербол, Ернар, Айымгүл атты ұл қыздардың өмірге әкеліп, көп балалы жанұя атанып, балаларына жақсы тәрбие бере отырып, өмірден өз орындарын табуына жол сілтеді. Қазір ұл қыздары өз алдына шаңырақ құрған бақытты жанұялар. Олардан тараған балалар, балдай тәтті немерелер мен жиендер өз алдына бір төбе. Сүйікті ата мен әже атанып, өткізген бақытты да қуанышты сәттері ең ұмытылмас есте қалатын сәттер болатын. Әрқайсысының өз алдына орны бар деп мәз болып мақтан тұтып, ұрпағының қызығына бөленіп отырушы еді. Үлкен ұлы Ерболдың ұл қызына Ақжүніс, Санжар деп, кіші ұлы Ернардың ұл қыздарына Сымбат, Айнар, Алан деп, әдемі аттарын өзі қойып немерелеріне батасын берген. Келіндері Айжан мен Айгүлді қыздарындай көріп, әрқашан риза болып отырушы еді. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, құда-құдағилар мен құдайындай сыйласқан әкеміздің өнегесі мен үлгісі бізге мәңгі сабақ. 2024 жылдың 16 мамыр күні біздің отбасымыз үшін қаралы күнге айналды. Алып жүрек соңғы рет соқты. Әркімнің бұл өмірде өз жолы, өз тағдыры бар деген осы шығар. Біздің әкеміз өмірден өз орнын тапқан, тамыры тереңге жайылған мәуелі бәйтерек. Ел жұртын айналасына сыйлы, дос жараны көп азаматтың бірі еді. Асыл әке, артына даңғыл жол салып, бізге ақ жолды, дұрыс бағытты нұсқап кетті. Біздің қанатымыз қатайып, бұғанамыз бекігенше аялап мәпелеген ардақты әке 69 жасында бақилық, мәңгі өмірге аттанып кете барды. Жаныңыз жәннатта болсын, әкешім. Әулетіміздің үлкені алдымыздағы Асқартау ағамыз еді. Тәтеміздің біз үшін, бауырлар үшін істеген талай жақсылықтарын, қамқорлықтарын біз еш уақытта ұмытпаймыз. Тәтеміздің артында Аллаға шүкір ұрпағы бар. Асықтай ұлдары, алтындай қыздары бар, бәрінде өсіріп өндіріп білім алып берді. Ендігі жерде Алла тағаладан тілейтініміз, тәтеміздің жатқан жер жайлы, топырақ торқа болып, жан жәннатта болғай. Тәтемізді, бауырымызды еш уақытта да ешқашанда есімізден шығарып ұмытпаймыз.
Баяны мынау әр класстасым, әр құдам. Бұл жігітпенен біз бала күнімізде интернеттен бастап бірге 10 жыл бірге оқыдық. Интернетте аталай қызық, балалық қызықты балалық шақтарымыз, тамаша уақыттарымыз өтті, оларды айтсақ. Енді адамның іші де толып жатыр, өткен өмірдің бәрі өте қызық болады, балалық шақ дейтін. Содан басталып енді бүгінгі күні Сенбайменен құда болып отырмыз. Тағы да бірнеше өзінің класстастарымыздың екеуімен құдандалы болып, екеуі күйеу баласы болып шықты жолдастарының ішінен. Сондай араласып тұрдық, ауылда да бірге қыдырдық. Қалада да бірге жүрміз, бірге айырылған уақытымыз болған жоқ. Ақкөңіл, әзіл қой, ортада көңіл түсіретін жан еді. Ортамыздан енді Алланың ісіне шара жоқ, ортамыздан алып өткесін әзір тек еске ғана алатындай жағдайдамыз. Өкінішіміз ішімізден кетпейді. Жолдасымызды қимағанменен шүкіршілік етеміз. Осыны айтып, балдарын оқытып, бәрін орнына жеткізіп, қолынан келген әйтеуір әкелік парызын артығымен өтеп кетті. Көрер қызылық алдық көп еді. Бірақ енді Алланың ісіне шара жоқ деп айтамыз ғой.